Қалтасы қалыңдардың дәурені жүріп тұр. Осылай деп шағым айтқан түркістандық бойжеткен еркімнен тыс алып қашудың құрбаны болып зорландым деп отыр. Тіпті қолында сөзін дәлелдейтін экспертиза қорытындысы да бар. Бұл оқиға өткен жылдың желтоқсан айында Түркістан қаласында болған. Тілшілерге есімін атамауды өтінген бойжеткен еш алаңсыз жеңгесімен бірге таңертең оқуға шығады. Алайда жол бойына көлік тоқтап, 23 жастағы азамат 3 досымен бірге қызды күштеп көлікке мінгізіп алған. Бойжеткен көнбеген соң үйленгісі келген жігіт оны Кентау қаласына, кейін Шымкенттегі туысының үйіне әкеліп зорлап тастапты. Жеңгелеріне жалбардым, жоқ мен қамайым, әпше сіздің де қызыңыз бар шығар деп жалбардым, олар болды төз анау деп әңгімелер айтты. Қараңғы бір бөлмеге алып кіріп қойды. Сол түнгі сағат 1-2 шамасында зорлады. Онымен қоймай, жігіттің туыстары 20 жастағы бойжеткенді қорқытып, өз еркімен келдім деп айтқызып, оны видеоға да түсірген. Таңертең әпшесі келді, әпшесі келіп видеоға алды. Сен қазір мынаны айтпасаң, сен өлесің. Болды, қайға барасың? Сен уже зорланып қойдың. Нені айтпасаң? Видеоға түсірді, мен өзім келдім деп айт деді. Мен өзім қалам деп айт деді. Мама папаңа жібереміз қазір видео деп мен зорлап сөйлетті. Сөйтіп видеоға түсірді. Қорққанымнан сөйледім, не істеймін, мен өлдіріп тастаймыз деп. Қорқып тұрғаннан кейін мен не істей аламын? Құзырлы органдарға шағым түсірген қыздың ісі бойынша адам ұрлау және зорлау баптарымен іс қозғалды. Күдікті жігітке 2 айға күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Алайда ол 15 миллион теңгеге бағаланған үйін кепілге қойып, уақытша қамаудан босатылған. Белгілі заңгер Айгүл Орынбек адам ұрлап, қыз зорлады деп күдікке ілінген жігіттен бөлек оның сыбайластарының да үстінен қылмыстық іс қозғалуы керек дейді. Ол жерде қасында 3 бала бар деп отыр. Көтеріп машинаға салып алып жүрген бала басқа баланы көрсетіп отыр. Яғни қыздың өзінің еркінсіз қызды зорлықпен 2-ші этажға дейін көтеріп, қыз өзін 2-ші этаждан тастамақшы да болған, өз-өзіне қол жұмсап. Сол кезде қызды даже ұстап та қалған. Ол жерде сыртта жеңгесі де естіп отырған. Көмек сұраған, мені зорлайын деп жатыр, көмектесіңіздер деп. Бұл жерде 2 жеңгесіне де іс қозғалу керек. Бізде қашанғы қыз баланың өмірі, тағдыры осылай таптала береді арнамызда. Біз қандай ғасырда өмір сүріп жатырмыз? Түркістан облыстық полиция департаментіндегілер қылмысқа қатысы барлар жазасыз қалмайды деп отыр. Бұл оқиға бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 120 бабы 2 бөлігі және 125 бабының 2 бөлігімен іс қозғалған. Күдікті ретінде 1996 жылы туылған ер адам ұсталып, оған қатысты күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Алайда күдікті сот шешімі бойынша кепілмен жіберілген. Бүгінгі таңда аталған жайтқа байланысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасуда. Оқиғаға қатысы болуы мүмкін, басқа да 3 тұлғаға қатысты заңды шешім қабылданып, іс сотқа жолданатын болады. Қылмыстың әрбір қатысушысына құқықтық баға берілетін болады. Ар намысым тапталды деген бойжеткен бұл жағдайдан соң өзін өлтірмекші де болған. Туыстарының араша болуымен өз-өзіне келген оған психологтың көмегі қажет болыпты. Ал күдікті жігіттің туыстары болса, қыздың ата-анасына қайта-қайта барып, маза бермей жүрген көрінеді. Ақшалар көп қой, бриллиант тағып кетеміз. Келсіңдер, анау жақсы болып кетеді деді. Мен маған өлтірем деп, мені күштеп ұрған адаммен қалай өмір сүрем мен? Көз жасын тыя алмаған бойжеткен зорлаған жігіт пен оның сыбайластары жазасыз қалама деп қорқады. Өйткені 2 айға жуық уақыт бұрын қозғалған істі полицейлер созып жіберді дейді. Олар созып жатыр қазір, созып, ақырында болып жабылды деп қоя салайын деп жатыр олар. Сол ақшасы барлар көшеде қаңғырып жүре береді. Сонда мені анамызым не болады? Түркістанда жүрамай қалдым ғой. Басымды көтере алмай қалдым ғой. Сол айуандардың кесірінен.